Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және де біз университет обзорымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сіздерге көрсететін университет орталық Азияда жалғыз азаматтық авиацияның мамандықтарын оқытатын университетке келіп отырмыз. Пилот, летчик деген секілді мамандықтарды қалай оқытатынын көрсететін боламыз. Жалпы азаматтық авиациялық академиясына обзор жасайтын боламыз. Кет! Біз әрбір университетке келген кезде ең бірінші әрбір мамандықтар туралы, қандай мамандықтар оқытатыны туралы сұраймыз. Сонымен бізге бүгін сол сұрақтарға Сүлеймен мырза жауап береді. Енді Сүлеймен мырза, осы университетте қандай мамандықтарды оқытады? Бір мамандықтардың бірі әуе кемелерін техникалық пайдалану. Соның ішінде механик және авионик деген инженер мамандықтары бар. Механик айтсақ сыртқы ұшақ пен тікұшақтың инженері, соны ремонттайтын адам. Ал авионик ол жаңағы ішкі құралдарын, ұшақ пен тікұшақтың ішкі құралдарын жасайтын адам. Қазіргі кезде мысалы мынаяқта механиктердің Як-42 деген самолеттің турбовинтовой двигателі, салмағы 2 тонна. 2 тонна болса да 100 тоннадан көп үлкен ұшақтарды көтеретін қозғалтқыш. Негізі қарап тұрық үлкен ауқымды, кәдімгідей? Салмағы 2 тонна. Наяқта енді мынау бір кішігірім түрі ғой, 2 тонна оригинал 2 тонна тұрады. Як-42 Совет үкіметінде қазірде кейде ұшып тұратын ұшқыштың бірі. Сонда студенттер кәдімгідей практикалық тұрғыдан осы жерде көріп, кәдімгідей оқиды ғой? Наяқта сабақ болады. Сабақтар өздері ППС келеді. Педагогтар түсіндіреді. Әр кішкентай жабдықтың разрезде мынаяқта бәрі көрсетілген. Винттарын көрсетеді, барлығын көрсетеді, үйретеді. Сосын осы бойынша олар емтихан тапсырады. Түсінгенім бойынша бұл мамандық ол пилоттар емес, ол көбіне осындай ұшақтардың жалпы ремонтын жасайтын маман иелері ғой, түсінгенім бойынша. Әуе кемелерін техникалық пайдалану деп аталады, білім беру бағдарламасы. Ол Б067 әуе көлігі мен технологиялары деген білім беру бағдарлама тобына кіреді. Соның ішінде жаңағы механик. Оған математика, физика таңдаймыз ба? Математика, физика келесі жылға, осы жылы шектік балл 50 балл болды. Келесі жылға планда қойып жатырмыз, жоспар бойынша 65 балл физика, математика және министрліктің, білім министрлігінің талабы бар, әр пәннен 5 балл кемінде алу керек. Өйткені оның алдында болған адамдар 65-67 алып, бірақ басқа пәндер 2 болып қалған кездері. 3-4, сонда ешкім ала алмайды, ешқандай жоғары оқу орны. Бізде сондай талапқа сай. Түсінікті. Енді қосымша мен осы үнемі сұраймын да, бұл университетке түсу үшін қосымша тағы да физический нормативтер тапсыруды қажет? Нормативтер жоқ, нормативтер көбісі жаңағы военный училище дейміз, сол жақта казарменное положение болса, сол кезде ғана сондай. Ал бізде нормативтер тек қана әскери кафедраға арналған, олар бірінші курстан кейін өздері отдельно төлеп немесе грантқа түседі. Жаңағы Б067 білім беру бағдарлама тобының ішіне тағы бір мамандық кіреді, әуе қозғалысына қызмет көрсету, ол авиадиспетчер. Бірақ авиадиспетчердің бұрында мынаяқта Совет үкіметінде авиадиспетчерді дайындайтын тренажер болатын, қазір жоқ. Олар көбісі мемлекеттік компания Казаэронавигация деген бар. Әр аэропортта істейтін өзінің вышкасы, өзінің офисі бар. Сол жерде жұмыс істейді. Ол авиадиспетчер, ол жердегі ұшқыш. Ұшқыштың барлық маневрлерін қалай ұшып, қонып, не істеу керек екенін авиадиспетчер айтады. Трубка арқылы, радио связь арқылы. Тікелей ұшқыштармен байланыс орнатып отырады ғой? Байланыс отырды. Мысалы, егер бірнәрсе болып қалса, егер обледенение немесе қозғалтқышпен бірнәрсе болса, авиадиспетчер айтады. Бір 5 минуттан қайтадан қоныңыз деп. Сондықтан ұшқыш авиадиспетчерді тыңдау керек. Енді осы жерде осындай сұрақ болып тұр. Осы мамандықты бітірген түлектер қаншалықты жұмысқа тұрып кетіп жатыр? Қазіргі кезде осы соңғы
2 жыл 68-69% болды. 2008-2019-да. 2019-2020 жылдардың түлектері кішкене пандемияға байланысты індетке авиацияда өте аз. Олар 35%-дай. Бірақ қазір соны жұмыс істеп жатырмыз. Індет біткеннен кейін бәрі орналасады деп ойлаймыз. Түсінікті. Достар, біз қазір кітапханаға келдік. Айта кететін ақпарат, жалпы авиационный кітаптардың барлығы қазіргі таңда, яғни 7800-ден астамы электронды форматқа өзгертілді. Себебі білесіздер, қазір карантин, көптеген студенттер өздерінің мамандығына қатысты кітаптарын ала алмай қалуы мүмкін. Кейбір университетте, осы университеттің бір плюсы, осы кітаптардың барлығын электронды форматқа көшіріп, студенттерге үйінде отырып та оқуға мүмкіндік жасады. Қазіргі кезде бізде экспонат ретінде тұрған 2 Як-40 ұшағы бар. 80-90 жылы Кеңес үкіметінде және Қазақстан енді егемендігін алғанда ұшып жүрген 2 ұшағымыз қазір экспонат ретінде тұр. Көбісі Азаматтық авиация академиясына түсем дегендер көбісі пилотқа армандайды. Білім беру бағдарламасы Б167 ұшу аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану. Соның ішінде 2 мамандық бар. Біріншісі осы пилоттар әуе кемелерін ұшуда пайдалану, ұшқыш. Келесі жылы біз ұшқыштарды 2-ке бөліп тастаймыз. Отдельно самолеттің ұшқыштарының пилоттары, одан басқа тікұшақтың пилоттары 2 түрлі болады. Жаңа үшінші оны алдында айтып кеткен авиадиспетчерда осы бөлімге кіреді. Шектік балл 75, солай математика, физика, әр пәннен айтып кеткендей 5 балл кемінде. Негізі орташа есеппен бұл мамандыққа қанша грант бөлінеді әр жыл сайын? Мемлекеттен 2019-да 80 грант бөлінген, осы жылы 2020-да 90 гранттай бөлінді. Бірақ айтып кетем, жаңағы тренажерға барғанда дәрігерлік ұшқыштық комиссия бар, соны өтпеді кейбіреулер, гемоглобин аз немесе одан психологиялық тест өткізеді олар, оны да өткізбеген адамдар бар. Ол медициналық жалпы алдын ала қай уақыттарда өту керек? Или ентіні тапсырып болғаннан кейін өтеміз? Жоқ, көбісі ентіға дейін тапсыру керек, өткені ентіден кейін 10-15 күннің ішінде нәтиже шығады дейсіз ғой? Нәтиже шығады, сосын тағы береді мемлекеттік грантқа, конкурсқа заявка тапсыруға. Сол заявка тапсырғанға дейін жаңағы влек қолыңызда болу керек. Оны именно осы университетке келіп алдын ала тапсыру керек па, или басқа жерден өтесек бола ма? Ол 2 жерде ғана өтіледі. Тек қана біздің түлектер емес, оқушылар емес, Қазақстан барлық авиадиспетчер мен ұшқыштары өтетін жер. Алматыда аэропорттың қасында Қазаэронавигацияның медициналық центр бар, сол жақта. Және Нұр-Сұлтан қаласында аэропорттың ішінде аэропарк деген медцентр бар. Сол 2 жерде ғана өтеді. Біздің мектептің түлектері сол жаққа барады, осы Азаматтық авиация академиясын ұшқыш немесе авиадиспетчер мамандығына түскім келеді десе, өздері ары қарай көмектеседі. Немесе сәуір, наурыз айларында өту бастау керек, өткені 10 күннің ішінде өтеді оны. Әр күн сайын әр түрлі докторға барады, кабинеттерге барады. Егер бір денсаулық бойынша бір күмән болса, онда осы қазіргі қаңтар айында каникул болған кезде барып консультация алуға болады. Түсінікті. Одан кейінгі мамандық? Одан кейінгі мамандық тағы самолеттарға байланысты айтып кетсек, радиоэлектрондық жабдықтарға қызмет көрсету. Егер өкінішке аэропортта көрінбейді, бірақ аэропортта әртүрлі вышкалар болады. Жаңағы авиадиспетчер мен ұшқыштың арасындағы
связь дегендей сон қарайтын, сол жабдықтарға жауап беретін инженер бар. Все түсінікті. Көбісі радист дейді оларда, оларда жаңағы мемлекеттік компанияда істейді, қазаэронавигация, радист пен авиадиспетчер. Бірақ ол басқа білім беру бағдарламасы, B067, жаңағыдай механиктерге сияқты шектік балл 65 балл болуы мүмкін. Түсінікті. Жатақханаға обзорды жалғастырамыз. Әдеттегідей, как положено, барлық мебель бар, шкафтар бар, көріп тұрсыздар. Свет жасап тұр, қосымша Wi-Fi, читальный зал, әдеттегідей кез келген жатақхана секілді көріп тұрсыздар. Перде кәдімгідей келіп оқып, жатып оқып, сабақпен қатар алып жүруге болады. Және де қосымша айта кететініміз, бұл жаққа басқа мемлекеттерден де келіп те жатып, кәдімгі осы жаққа келіп, студенттер оқиды, білім алады. Достар, біз қазір пилоттардың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыратын жалпы Airbus A320 тәжірибелік залындамыз. Осы жерде көріп тұрсаңыздар да, мына жерде пилоттар кәдімгі тәжірибе, практикалық дағдыларды қалыптастырып жатыр. Кәдімгідей самолетта отырған секілді. Енді бізге осы мамандықты туралы Сүлеймен мырза айтып кетсеңіз, қалай осындай маман иесі бола аламыз, қалай оқуға түссек болады? Жаңа оны айтып кеткенде әуе кемелерін ұшуда пайдалану деген ішінде ұшқышқа түссеңіз, 200 сағат живой налет болса, одан басқа 20 сағат осындай тренажер өту керек. Олар көбісі өзара қарым-қатынасы, көріп жатқанымыздай ағылшынша сөйлеп жатыр. Қазір как раз қонған нәрсе. Қонғанды түсіріп жатыр. Қонған түсіріп жатыр. Тек қана ағылшынша сөйлейді осылай. Яғни ағылшын деңгейі өте жақсы болу керек қой. Ағылшын деңгейі жақсы болады. Емтиханда болады 3-4 курста ATPL деген сонында тапсырады ағылшынша 9 пән бойынша осында 20 сағат тренажерлық тәжірибе өту керек. Одан басқа симуляторға көрсетем. Бір мотор және қос моторлы самолетқа тәжірибе. Және де біз жаңа осы кезде қонған кезде кәдімгідей самолеттағыдай сияқты шайқалып тұрық. Осы кезде де бір басқаша ощущение келіп тұр. Енді соңғы сұрақ, осы мамандыққа кәдімгідей физика-математика және де төмен ең минимум қанша балл? Ең шектік балл 75 балл, физика-математика және дәрігерлік ұшқыштық. Енді келесі жылы тағы ағылшыннан B1 уровень керек, pre-intermediate. Соны ENT-ға дейін келіп ішкі емтихан тапсырады. Сонда кәдімде келген кезде біз ағылшыннан экзамен тапсырамыз, уровень как минимум pre-intermediate болу керек. Түсінікті. Біз жаңа ғана A320 Airbus тренажерынан шығып, мына Boeing 737 тренажерына келдік. Өкінішке орай бүгін студенттеріміз практика Airbus'та өтіп жатыр. Бірақ жаңа Airbus'та көргенде Boeing'та да бәрі кәдімгі Airbus пен Boeing'тің ішінде құралдары бәрі отыратын, дәл сондай 100%. Енді екінші айтатын нәрсе жаңа қыздар көрініс, қыздарда ұшқыштыққа түседі. Көбісі... Мысалға, ер бала ғана оқиды деген секілді бір ұғым қалыптасып қалған, негізі қыздар да оқиды. Стереотип бар, сондай. Қыздарды оқиды. Осы жылы мысалы 65 ұшқыш алдықта, оның ішінде 7 қыз бала. 10%, 15%. Қыздарға алып кету оңай ма? Өте қатты қиын емес па оны? Өздеріне байланысты, ол тек қана психологиялық тұрғыда болса да дайын болу керек, барлық спектр бойынша. Бізде бар, бір 2-3 қыз бар, мысалы, ұшқыш болып істейді, тікұшақтың ұшқышы болып істейді. Ол әр баланың өзіне байланысты. Енді осы жерде сұрап кеткім келіп тұрған сұрақ, оқудан оқи алмай шығып кетіп жатқандар бар ма жалпы? Осы жылы біз положение жасадық, академическая честность деген. Егер экзаменда сотканы пайдаланса, немесе калькулятор басқа қылықтар жасап жатса, микронаушник көп болып кетті, өйткені қазіргі жастар осындай. 100 адамдай гранттан кетіп қалған адамдар бар. 3-4 курстан. Өйткені 3-4 курстардан ATPL деген 9 сабақты тапсырғанда Қазақстанның авиациялық администрациясы бар, солар келіп емтихан қабылдайды.
сол кезде наушникпен ұсталып қалған адамдар да бар мысалы. Өкінішті, енді соңғы 1 жыл, 2 жыл қалған кезде өтіп шығып кеткені. Иә, ол өте өкінішті. Енді қазіргі жастарға айтатым сосы. Егер жақсы оқып, жақсы білем десеңіз, онда осы тек қана 10 нәрсемен өзін көрсету керек. Негізі стипендия кәдімгідей басқа университеттер секілді ма? Иә, стипендия осы жылы 25 мыңға таман болды. Иә, 25 әр ай сайын 25 мыңнан алады, егер грантта болса. Ал жатақхана мәселесі? Жатақхана тек қана біз бірінші курсқа беріледі. Түгелдей 380 орнымыз бар. Неге бірінші курс? Өйткені жаңағы басқа қаладан келетін адамдар немесе осындай сфераға келетін адамдар оқушыларға кішкене үйренішті болу үшін. Әрине, бастапқыда Алматыны танымай келген кезде жатақханада жатпаса қиын болады. 1 жыл жатақханада жатады. Көбісі екінші курстар балалары егер бос орын болып жатса, онда ректордың атына арыз жазып кіруге болады. Ал көбісі 3-4 курста өздері шығып кетеді. Енді сіз айтып кеткенде мына жақта көбіне 2-ші курстың студенттері оқиды. Иә, 2-ші, кейде 3-ші курстар. Мына жақта Алсим деген тренажерымыз бар. Қос моторлы қозғалтқыш самолеты. Дүние жүзі бойынша әртүрлі әуежайды қойып программа арқылы, мысалы Алматының әуежайы немесе Швейцария, Цюрих, Берн аэропортын қойып ұшуға болады проектті арқылы. Сонда студент мысалға алдын ала, егер де мысалы Францияға, мысалы Парижге қарай баратын болса, Париждің уже әуежайының жолын біліп, үйреніп шығады ғой, иә? Дұрыс, біліп, үйреніп, мысалы әртүрлі нәрселер, егер маневрлар керек болса, оны уже жатқа білетін болады. Түсінікті. Ал міне біз енді келе жатқан мына қозғалтқыш па, не дейді? Иә, мынау 1 моторлы қозғалтқыш ұшақ. Осы жерде де проекция арқылы жаңағы ұшатын взлетный полоса болады, аэропорт болады. Сол арқылы ең бастысы осыдан бастайды. Негізгі фундамент осы жерден. Фундамент басылады осы жерден. Осы жерден 50 сағат Алсиммен осы екеуінде 50 сағат ұшу керек. Одан басқа алдында 20 сағат Boeing Airbus тренажеры. Сосын отдельно ұшу практикасы басталады. Уже кәдімгідей ұшады. Кәдімгідей барып, вертолетте немесе самолетте өздері кәдімгідей ұшады. Өздері, бірінші инструкторман, 3-4 курста, сосын өздері ұшатын болады. Түсінікті, керемет. Енді ары қарай басқа мамандықтарды айта берсек, қандай мамандықтарымыз бар? Тағы қазір математика, физика деп жатырмыз, тағы бір мамандыққа айтып кетсем, білім беру бағдарламасы B095 көлік қызметтері деп аталады. Ол өте маңызды. Бірақ ояққа математика, география керек. Шектік балл 50 бар, бірақ енді ұбт бойынша көлік қызметтеріне дайындайтын жоғары оқу орындары өте көп, сондықтан конкурс үлкен. 100-ден көп алғандар ғана грантқа түседі. Ішінде жаңағы әуе тасымалдарын ұйымдастыру және логистика дегендер. Жаңағы адамдарды тасымалдайды, груз тасымалдайды, логистикалық агенттер болады, сондай мамандық. Көбісі жартысы қыздарда барады ол жерге. Логистикалық центрлар, аэропорттағы багажды алып, оны ары қарай қоятын қыздарда, ұлдарда осы мамандыққа түсу керек. Түсінікті. Сонымен осы мамандықта жалпы мамандықтарды бітірдік па, әлде тағы да бірнеше мамандықтарымыз бар ма? 1-2 мамандық бар. Аэропортта қауіпсіздік көрсету қызметі, обеспечение авиационной безопасности дейді, служба безопасности, досмотр жасайды, келген адамдарға пассажир немесе экипажды досмотр жасайды, грузды досмотр жасайтын мамандар. Көбісі аэропортта істейді. Достар, сонымен бүгінгі біздің обзорымызда тәмамданып қалды. Жалпы сіздерге осы университетті толықтай көрсетіп шықтық. Барынша пайдалы ақпараттарды өздеріңізге алдыңыздар деп ойлаймын. Әдеттегідей сіздерге сұрақ келесі жолы қандай университетке баратынымызды комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, сау саламат болыңыздар және де лайк пен комментарийны аямаңыздар.